ханым. Енді бастады ма? Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін менің подкастымда Назаргүл ханым, бұл біздің Байыпкет академиясында оқыған черный пояс иегері, және де ол кісі косметолог, сіздерге өзінің өмірімен таныстырып, және де қалай біз өзіміздің терімізді, бетімізді қалай әдемілей аламыз туралы сізге толық ақпарат беретін болады. Қош келдіңіз, Назаргүл ханым. Өзіңізді таныстырып, ары қарай өзіңіздің өніміңіз, өзіңіздің косметология саласында бір айтып жіберсеңіз. Жақсы. Барлық көрермендерге бүгінгі күнді сәттілік өтсін деп тілеймін. Менің есімім Назаргүл. Монғолиядан Алматы қаласына көшіп келгелі соңғы 1 жыл болды. Негіз Қазақстанға көшіп келген мақсатым Қазақстан нарығын тану, зерттеу деген бір мақсат. Екінші мақсат болғанда екі тұсқам бар. Тұсқадарыма қазақ тілді үйрету, қазақ тіліне білім беру деген мақсатым бар. Екі тұсқан дегеніңіз екі кішкентай бөпеңіз. Қызым. Екі қызыңыз бар. Демек, Монғолиядан келген болғасын кішкентай акцент бар, басқаша айтасыз. Басқаша айтасыз. Ештеңе етпейді, оны көрерменде түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан бастай беріңіз. Жақсы. Негізі менің мамандығым дәрігер. 2015 жылы Монғолияда медициналық университетін бітірдім. 6 жыл оқуда деген сөз. Сосын оқып бітіріп, мен негіз клиникадарға дәрігер ретінде жұмыс істеп жүрдім да, сосын маркетинг, клиника саласын маркетинг жағына бас тартып кеттім. Сол жаққа соңғы неше жылға маркетинг менеджмент деген жұмыстарды ұйымдастырып жүрдім. Ең алғашқы 5 жылына деген сөз. Мектеп, универ бітіргеннен соң соңғы 5 жылым мен бітушідір. Соңғы 5 жылда мен косметолог, дерматолог саласында жұмыстарды басқарып, жаңадан Монғолия нарығына косметолог, дерматологтардың қолданатын topical treatment дейтін қайбір денеде шыққан безе, бөртпе теріде емдейтін майларды енгізіп кіргізген тәжірибем бар. Әдемі. Сол туралы соңғы жылдарда әйел адамдардың тері өз-өзіне сенімділігіне, басқаларға қарап тұрып өз сенімді сөз беруге, айтуға өте маңызды екен дегенді көп адамдардың несінен түсіндім. Негізі безеу деген ең көп шығатын аурудар ғой. Безеу туралы енді тек қана кішкентай баладар ауырмайды. 30 жасқа толып келе жатқан әйел адамдар тақта көп ауырады. Неге десе, 30 жас деген әйел адамдардың түрінде бір гормония сияқты бір басқаша өзгерісші нәрселер жұмыстап бастайды. Сол кезде әйел адам енді бұрынғы 10 жылға өзінің денесін қалай қабылдап жүрді, өзінің денсаулығын қалай ойлап жүрді, енді бала-шаға, күйеуім, отбасым деп жүрген әйелдер, бетіне қарамай кеткен әйелдер қиындық баста келеді. Ол сонда гормональный дейін, или стресстен ба? Гормон, стресс екеуде де бірдей ма? Бір-біріне әсер етеді. Гормон деген нәрсеміз стресс гормон, кортизол деген байланысты болып жүр ғой. Осы туралы гормонға кірсек өте үлкен тақырып болады. Сол туралы тоқтатып қояйық. Негіз әйел адамдар тек қана сыртынан дермакосметик, басқа бьюти косметиктер болса да қолданып, енді корейский косметиктер өте тренд болып жүр ғой. Сол туралы тек қана косметик қолданса, бетіңіз әдемі болмайды, өзгермейді, жылтырамайды. Ішінен бір әдемі бүйтіп жылтырап тұратын әйелдер болады ғой. Сол әйелдер не үшін енді бет күтім жасамаса да әдемі болып жылтырап тұратын апаларымыз да болады ғой. Сөйткенде сол адамдардың іші, денсаулығы күшті, өздерін жақсы күтімін қарап, өз-өзін жақсылап, енді махаббатпен қарау деген сөз. Солай жадаған әйелдердің аманатпен қарау да, аманат ретінде қарау. Жалпы енді ол ішкі әдем, тазалық деген ол қалай түсіне аламыз? Неден бастау керек? Тамақ па, әлде дұрыс тамақтану?
иә әлде бәрі бар да? осы барлығын Или негізі тазарту керек па ішімізді? Енді уш. бәрі ластанған ғой. Қазіргі кезде тамақтың өзі де бір әдемі тамақтар деп айта алмаймыз. Біздің жегіміз келетін жаңағы газированныйлар мысалы да көбінесе. Сондықтан да біз неден бастау керекпіз? Қазір тазартуды қалай істеу керекпіз? Мен үш нәрсе ұсынамын. Бірінші, осы үшеуін біріктіріп холистик бьюти деп атайды. Холистик бьюти дегеніміз не деген сөз дегенде, тек қана сырттан тер күтім жасау емес, бірінші рет болғанда адам өзінің ой санасын түзеу, стресс менеджмент жасап үйрену, Бірінші мимен жұмыс жасау деген сөз. Екінші болғанда денсаулықпен, ішкі органдарымен деген сөз. Тазарту, иә. Тазарту дегенде біздің органымыз өз-өзін тазартатын механизміміз бар. Бар ма? Бар. Біз соны жақсы енді игеру керекпіз. Ести алу керекпіз мүмкін, да? Дұрыс өмір сүру керек деген сөз. Таңертең нешеде оянасыз? Оянған сайын су ішесіз ба? Далаға шығып жаттайсыз ба? Таңғы асты қалай ішесіз деген өте маңызды. Таңғы ас деген Түркияда таңғы асты қалай ішетінін біз білеміз. Қазақстанда қалай дегенді мен жақсы білмей тұрмын. Монғолияда алғанда таңғы ас кете қиындау. Баладар таңғы ас ішпей мектепке кетіп қалады. Бізде де сондай бар. Иә, сол кезде не болады дегенде өтке әсер етіп бастайды. Өтке. Негізі сол естідім, таңертең завтрак адам таңғы ас ішпесе, ол неге әсер етеді? Өттің толуына әсер етеді екен. Содан безеу шығады екен. Мен қызыма солай үйретіп жүрмін. Таңертең тұрған кезде тамағың бірдеңе жеп кет хотя бы. Кішігірім болса да бірдеңе жеу керек деген сияқты. Өт неге безеу шығарушыдыр десе, өт деген органымыз біздің енді май туралы метаболизмға кірісіп жүреді. Ең күшті маңызды эндокринолог жағынан шығатын шығын деп ойлап болады. Мен қазақша не деп айтатынын жетіспей тұрмын, кешіріңіздер. Сол өт жақсы шығатын, өте енді біздің бауырымыздан шығатын не ғой? Бауырымыздан шығатын бауырға байланысты. Бауырдан шығады өт деген сөз. Сол кезде біз тамақ ішу жегенде жақсы шығады да, ана жақтан гармониядар тақ өтпен бірге бауырдан шығып детокс болып жүреді. Өткенде өтке тас құрған адамдар, басқа өте қою болған деген көп диагноздар жүреді ғой. Сол адамдардың гормондары тақ балансы жоқ болып жүрген деген сөз. Сол бағана холистик бьюти дегенді айтып жүріп өтке бірақ кіріп кетпейді. Сол үш жерде ішкі органдан детокс жасаймыз дедік қой. Сол детокстан кейін басқа бір әсер ететін нәрсе болғанда жаттығу, денсаулық нәрселер күшті болу керек деген сөз. Ой, рахмет сізге. Үшінші сонда бізде үшінші не дедік? Бірінші болғанда ми, екінші болғанда денсаулық, үшіншісі болғанда енді сезім. Өз сезімімізбен жұмыс жасау. Жүректің ішінде деген сөз. Сонда да барлығы сол психологияға келіп тұр. Сондықтан да құрметті көрермендер, құрметті біздің ханымдар, ең бірінші біздің бәрібір миымызбен жұмыс жасау керек екен. Бұның барлығы біздің бетімізге, барлығы мына қарадақтың өзі де бауырдан шығады да. Тоже сол бауырдың уже бізге бір сигнал беріп жатқанымыз ба? Өз-өзінің ішінен қорғау бізге бір белгілер беріп жатқанда, безеудің өзі де какой-то бір белгі ғой, ол уже помоги мне деген сөз. Тер деген ішінен помоги мне деген көрсетуші тұр ғой. Өте қуаныштымын, рахмет сізге, Назаргүл ханым, танысқаныма. Және де енді байып кетті, негізі қоспай ақ қояйық, оны бір келесі подкастқа тағы да бір кездесейік. Рахмет сізге. Өте қуаныштымын сізбен танысқаныма, сізде жанның бар болғанына. Тек өсе беріңіз, алда тек зерттеулеріңіз күшті өтіп, үлкен бір клиника біз үшін ашқаныңызды қалаймын. Рахмет, подкастыңызға шақырып отырғаныңызға. Все, ура!